Сәлем достар, қалайсыздар? Привет. Бүгін біздер кешкі прогулка шықтық. Күндіз үйде болдық. Түскен екеуі сабаққа барып келіп, содан кішкене ауаға жүрейікші деп тамақ ішіп алып прогулка шықтық. Күн кішкене езіліп тұр екен жер. Не ол? Қарға қатты. Алмайды. Иә, қар қатты болады. Асылым қайсы бас киімді көрсетейін? Асылым мынау кеше алған бас киімі қайсы? Солай осындайды күшті көреді Димаш біледі. Екеуі осылайды ұстап жатқан. Жүріңдер жүріп қайтайық былай қарай. Жолмен жүріп қайтамыз. Прогулка жасап. Биле ал. Айт ал осыны өлеңді. Уэй, на, уэй. Қалай алсың өлеңді? Иә. Димаш сен де білесің ба сол биді? Димаш бере ал, екеуің бірге беріңдер. Уэй, на, уэй, на. Жүріңдер алға қарай жүрек. Жер осындай ғой. Қар жауып, кішкене ерісе балшық кетеді. Мына біздің жақтағы домдар, күшті әдемі домдар. Жайрап жүріңдер. Ешен жоқ па? Көшеде ондай көп адам жоқ екен. Біздер көбіне тамақ ішіп аламыз да, прогулка 1-2 сағат прогулка жасап қайтамыз. Қайдасыңыз? Качелиға ойнаймыз, как обычно, осы жерге келеміз. Обязательно. Мына жерде Асылым, Димаш. Мына качели тараңдаршы, өзімен өзі қозғалып тұр. Елес отырған сияқты. Димаш сондайға жақсы өтеді. Жири. Қалай еді? Жири. Сен анандай неңмен бірдеңе көріп жатсың ба? Бас киімін кетіп, капюшонды кием деп подъезден ерініп қалып бас киімін алып шығуға. Алып шықпаңдар, капюшонды кием деп жатқан. Қайсынан дұрыстап кигізейін? Иә, қазір. Осылай жүре берші, не ғой, жылы ғой. Бұл район ұйықтамайды күндізін осылай. Машина түнімен осылай ғой. Қызыл болып, иә. Қашан түсесіңдер, балалар? Асылым түсесің бе? Отыра тұр онда, Димаш кішкене. Кетті Асылым, жоқ қайтайық ары қарай. Ертең шығамыз күндіз. Жүріңдер. Жүріңдер сен, Асылым, Димаш тағы отыра алмайсың ғой. Кірен осындай нелер толып тұр мына жерде. Ана жерде тағы біреу тұр. Жазда осы жерде адам толып жүреді ғой негізі. Қазір күн салқында оғасын адам жоқ. Адам аз. Күнде адам аз, күнде. Қараш маған. Салқын емес пе? Жоқ. Бір 15 минутта кішкене арғы жүріп тұрайық тағы. Біз магазинге соғып қайтамыз. Күнделікті біздің кешкі әдетіміз, Асылым екеуміздің. Иә. Жөтім мына адам деген, жаңа адам біздің артымыздан келе жатқан сияқты. Асылым, Димаш, жаңадан адам артымызда біреу келе жатырған сияқты. Қараңдаршы. Иә. Жөтім анадан қарап қоям. Мына кісі біздің артымыздан келе жатқан сияқты. Жайлап жүреді. Шау жүгірмей. Қашпандар. Асылым, Димаш, тез солай жүгіріп ойнап жүре беріңдерші. Андай қашпаймыз. Қазір бірінші байқайық, ол может өзімен өзі кетіп жатқан кісі шығар. Қазір ана жерге дейін барайықшы, қазір қарайын. Көріпсіңдер ма достар мына кісіні? Мына жерде еще адам жоқ қой. Ана жақта біреулер жүр. Может өзімен жүрген шығар. Может өзімен жүрген кісі шығар. Қазір үндемеңдерші, қазір мына жерге тұрып қалайықшы. Ереге жоқ тұрсақ қазір біраз жетіп келеді. Давайте алға жүре берейікші тез. Может қалып қоятын шығар келесі жолдан. Жүгірмеңдер, просто тез жүріңдер. Жүгірсе ол атымыздан қуып келеді.
Ол бізді қорқып жатыр дейді де, жүгіріп қуып келуі мүмкін. Достар, біздер де мына жерге шықтық. Мына жақта адамдар жүр. Бірақ ана кісі білмеймін, біз мына жерге отырар едік. Ол кісі ана жерге тұрып қалып, біз өтіп кетсін. Не істейді екен деп отырғанбыз. Сонымен біздер тұрған кезде, отырған кезде мына жақта адам жоқ, бірақ мына жақта кісі толып жүр. Жаңа біреулер тоже мына жақта өтіп кетті. А мынау деген мына адам что-то біз тұрғасын тұрып қалды. Қарай бермеңдер, қорыққанымызды көрсетіп қарамаңдар. Асылың бас киіміңді түсір. Қазір ана жақтан үйге кетіп қаламыз. Ана жақтан магазинге шығып кетеміз да, сосын үйге кетіп қаламыз, иә. Ол кісі не үшін тұрып қалды, мен соны ойланып тұрып таңғалып тұрмын соған. Бірақ бізге қарап тұрған жоқ, артқа қарап тұр. Көріп тұрсыңдар ма, достар? Біздер балалар былай етсек онда. Қазір біздер ана үйдің ана жердегі этаждың артында магазин бар ғой. Сол магазинге кетіп қалайық біздер. Сол магазинге барып кіріп кетейік. Сосын ол кісі может кетіп қалатын шығар. Бармайтын шығар, может артымыздан. Может пост тағып тұрған бар бір күтіп та. Достар, біздер короче магазинге кетіп бара жатырмыз. Бірақ ана кісі, қазір көрсетемін. Ана кісі ана жерде көшенің арғы бетіне шығып алып, артқа қарап тұр, түсінбедім. Тез жүріңдер. Магазинге барып кіріп кетейік. Ана жерде супермаркет бар, алтындар, соған кіріп кетейін деп тұрмыз. Қараңдаршы, келе жатыр ма, қозғалып тұр ма? Қарап тұр ма бізге? Мама, ана кісі келе жатыр. Жүріңдерші мына жағына қарай. Мына жерде өтетін жол жоқ қой еще. Ол мына жағына өтіп алыңдаршы жаныма. Мына жағына, мен асын ұсташ келмей қолына. Димаш, тез жүр алға. Болшы. Бірақ бізге қарай кетқан сияқты. Жүріңдерші тез. Мына кісі жайдан жай жүрген жоқ, үшін біздің артымыздан жүр. Балалар тез етейікші. Тез магазинге кіріп кетейікші. Магазинге кіріп кетіп, сосын ол шығып кетіп қалады. Мен өзім де что-то қорқып жатырмын. Ана просто жүрген адам шығар деп ойлап едім. Міне ана кісі ана жерде жатыр. Тез. Ой, машинада толып кетті ғой. Мына асфальттың бәрі, су ар жағының бәрі. Тез өтіп алайық. Біздер, короче, машиналардың артына түсіп кеттік. Ана кісіге көрінбейін деп. Ана кісі что-то көрінбейді. Ана жерде келе жатыр, жүріңдер тез. Тез жүр, магазинге кіріп кетейік. Алтындар кетіп қалды уже. Ой, наконец-то, достар, магазинге келдік. Қасалар қара жерде. Мама, келе жатыр мына кісі. Жүріңдер тез жүгіріңдер магазинге қарай. Жүгіріп ойнап жатқан сияқты болып кіріп кетіңдер. Қорыққанымызды көрсетпейміз. Асылым былай жүр. Тез магазинге кіріп кетіңдер. Мама, мына кісі келе жатыр. Жүріңдерші магазинге кіріп кет, тез. Жауып жатыр ма? Достар, біз магазинге кіріп кеттік, супермаркетке. Еще бір жауып жатырмыз дейді ғой, тез. Шығыңыздар деп. Қазір Асылым екеуміз бір нәрсе аламыз да, сосын шығамыз сразу. Достар, біздер магазиннен шықтық. Затымызды алып. Мына кісі бірақ ана жерде тұр. Телефонмен сөйлесіп тұр ма, бірден істеп тұр, біз мынадан бері қарап тұрмыз. Бірақ адам толып жүр, сол үшін қасына ана жерден өтіп кетеміз. Қазір жайлап ұстына қарап кетем түріне. Мекен, бірақ телефонмен сөйлесіп тұрған сияқты. Жүр, кел, ұста, Асылым бол, Димаш қолынан ұста. Ұста. Мына балалармен бірге өтіп кетеміз. Асылым ұста, Димаш ұста. Димаш, жүріңдер өтеміз. Тез ана жерде балалар кетіп бара жатыр, солармен бірге өтіп кетейік. Ар жағында уже үйге жақындап қаламыз. Достар, вообще кешке сыртқа шықпау керек екен. Ужас. Мен вообще қорқайын дедім. Қараптан қарап жайдан жүрген адам емес. Мана біздің артымыздан жолдан бастап ерді. Бұрылғанда бізбен бірге бұрылып, біз тұрсақ тұрып қалады. Біз неге отырсақ ол кісі тұрып қалады сол жерге. Күтіп магазинге кіріп кеткен алдымызда тұр ғой жанымыз. Келе жатыр ма? Достар, мынау келе жатыр мына кісі. Димаш, тез жүрейікші бол. Мына жақта адамдардың қасына ілесіп кетейікші. Тез, Димаш. Былай қарай жүрші. Достар, біз қорқып келе жатырмыз, шын айтсақ. Жүріңдерші, Димаш, былай мына ұзын немен жетіп қалады. Ана жерден бұрылып кетеміз. Жоғыш кеттім мына қыз жүгіріп жүргенге. Артымыздан қуып келе жатыр екен деп. Я тез жүріп алыңдаршы. Жоқ, алысты қылып қойды. Мама, мына машинаның артында келе жатыр. Тез. Міне көріп тұрсыңдар ма? Мама. Достар, біздер. Вообще мен қорқып бара жатырмын. Ужас. Ана жақта бірақ адамдар жүр, иә? Наконец-то ана жерде біреулер жүр екен.
жүріңдер солардың қастарына тез жетіп алайық. А? Жаңа посттан жерге қой. Жаңа посттан. Мә, еще мына жол деген ужасно құтты ғой. Еще ана кісі келе жатыр. Бірақ ана жерде этаждың қасында біреулер тұр. Қуып жүгіріп келе жатсам онда. Ана кісілерді көмекке шақырамыз, әйтеуір соған қорықпай келе жатырмыз. Мә, еще мына мама бізді Димаш. Ана кісі қарасаң қорқытады бізді. Аяғымен жер тебе ма бір нәрсе істейді. Ана кісі точно маньяк па, ауру ма бірдеңе кісі. Еще артымыздан сықырып келе жатыр ғой Димаш. Прикинь, Димаш бізге сықырып келе жатыр ғой. Ей, сен қарай бермешеш құлай. Алыстан көріп қояды да. Жүріп келатқан көрсе келіп қалды деп қарай береді. Асылымдар үшін өзімен өзі алға түсіп алып жүгіріп. Біздер әлі келе жатырмыз. Уже мына жақта адам жоқ қой. Тез әлі артыма қарауға қорқып келатырмын. Ана адам деген, короче, Димаш. Тез. Асылым сияқты жүгірші, мен де жылдам келе жатырмын. Қазір ана үйдің жанына жақындағанда жүгіріп кетеміз, үшеуміз де жүгіреміз. Жоқ, былай жүрші Асылым. Мына жерде өте алмаймыз. Мама. Жүгіріңдерші тез. Достар, енді сіздер де біздер сияқты түнде адам жоқ жерде көше шықпаңыздар. Жоқ, алға жүре беріңдер. Ана жақта адамдар жатыр, сол жерге қарай кетіп қалайық. Мама, жақындап қалып көміп тұрма. Тез. Ана кісі жақындап қалды, мен уже түсіре алмай жатырмын. Достар, мына кісі біздің артымыздан мына жолдың бетіне шығып жатыр, тездетіңдер. Болыңдар. Мына кісі деген. Мама, мына кісі біздің артымыздан шығып. Жүгіріңдер үйге қарай, бол. Мына кісі біздің артымыздан жүгіріп келе жатыр. Мама. Достар, наконец-то мына жерде адамдар жүр. Мама, бізге подъездіміз уже болды, біздің үйге кіріп кетеміз ары қарай. Подъездің алдына барыңдар тез. Мына жақта адамдар жүр, бірақ есіктің алдында. Ой, наконец-то адамдар жүр. Наконец-то, достар, біз үйге кірдік. Достар, жерден қарасақ, мына кісі ана жерде жүр. Бірақ мына подъездің алдында басқа біреулер жүр. Ана кісі арға кетіп баратыр. Точно біздің артымыздан келген. Значит, мама, жүріңдер. Балалар. Ужас. Наконец-то енді бәше. Сыртқа шықпау керек, балалар, я? Кешке қарай тек. Достар, біздер сияқты түнде әшейін шықпаңыздар. Мына подъезден болды, уже біз үйге келдік. Сау болыңыздар, достар. Сіздерге бұл сабақ болсын, біздерге де бұл сабақ болатын болады. Біз түнде енді көшеге шықпаймыз, я, балалар. Прогулкаға тек қана шықса папалармен шығамыз. Достар, бұл бізде жай ғана челлендж болатын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналымызға тіркеліп, бізде қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.